Армысыздар, құрметті ұстаздар, оқушылар. Қазақтың көрнекті жазушы, драматург, публицист, қазақ әдебиетін қалыптастырушылардың бірі Жүсіпбек Аймауытовтың туғанына 135 жыл толуына орай ұлт жанды жазушы тақырыбындағы әңгімеге қош келіпсіздер. 1917 жылы 1919 жылдар аралығында Алаш партиясына кіреді. 1919 жылы 1 желтоқсанда Семейде кеңес өкіметі орнап, Губерков құрылған кезде көптеген қазақ жастарымен бірге мүше болады. Семей облыстық мемлекеттік мұрағатында Жүсіпбек Аймауытұлы 1920 жылы Қазақстан кеңестерінің құрылтай съезінде делегат болып қатысады. 1921 жылы Семей губерниялық оқу бөлімінің меңгерушісі, Қазақ тілі газетінің редактор және журналистер бюросының хатшысы қызметін атқарады. 1922-24 жылдары Қарқаралыда мектеп мұғалімі, 1924-1926 жылдары Ақжол газетінде бөлім бастығы міндетін атқарады. Қазақ институтында істейді. 1926-1929 жылдарда Шымкент педагогикалық техникумның оқытушысы әрі директор болды. Осының азақ алдында, яғни алапат аштық қарсаңында ұлт жанашыры күйзелген елге қол ұшын беру мақсатымен Семейде Жанар атты ұйым құрады. Ұйымның негізгі мақсаты міндеті қарапайым халыққа көмектесу, ұлт бостандық жолындағы жастарды қамқорлыққа алып, білімге, саясатқа тарту болады. Халыққа қасірет әкелген алапат аштық тұсында Жүсіпбек Аймауытұлы мұраттас серіктестермен бірге қол ұшын береді. Мәдени рухани тұрғыдан әлеуметтік жағынан қолдау көмек көрсетеді. 30 жылдардың ойранына қанды шеңгелге түскен қайранер, талантты, кемелденіп үлкен шығармашылық кезеңге бет бұрған шағында 1930 жылы 21 сәуірде Мәскеуде Бутырка түрмесінде атылады.